армысыздар. Кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен қашанда алтын аяман. Бүгін жай ғана сіздермен рухани тақырыпта әңгімелескім келіп тұр. Менің ойымша, жалпы адамның 3 денесі бар. Ол бірінші сана, екінші жүрек, үшінші рух. Яғни осы 3 дененің әрқайсынан өткен адам өзінің рухына жалпы не керек екенін біледі. Ең бірінші сана қосылады. Біз енді әріп танып, оқып, үйренгеннен бастап, ойлауды үйренгеннен бастап сана қосылады. Бірақ тек қана санамен өмір сүруге болмайды. Себебі сана ол не дейді? Өзге адамдарда не бар, сенде де сол нәрсе болу керек. Ол міндетті түрде сенде де дәл сондай болу керек. Бұл жай ғана шектеу, ол сананың шектеуі. Сондықтан сананың шектеуінен жалпы шығу үшін келесі етіп жүрекке түсу керек. Яғни жүрегіңіз нені қалайды? Жүрек ол сізді жалпы бақытты ететін дүниелерді қалайды. Иә. Сіз өзіңізді қандай жағдайда бақытты ете аласыз? Не істегенде бақытты ете аласыз? Кішкене болса да сіздің жолыңызды тауып береді жүрек. Сондықтан жүректі ашу үшін ең алдымен сананы түсініп, және де өзіңіздің жүрегіңізге оралуыңыз керек. Мен нені қалаймын өмірде? Өмірде мен өте қатты қол жеткізгім келетін дүниелер не? Сөйтіп онымен сана екеуін қосуыңыз керек. Сана екеуі қосылғанда түсінікті болады қалай жету керек екен. Одан кейін рухымыз не дейді? Бұл енді нағыз рухани дамыған адамдар жалпы шеше алып біледі оның не екенін. Рух дегеніміз жалпы сананың да жүректің де қалауын теріске шығаратын дүние. Мысалы, сіз белгілі бір дүниені армандайсыз, бірақ ол орындалмайды. Кейбір армандарыңызда сондай болған шығар. Не үшін орындалмайды дейсіз? Себебі осының рухыңызға керек жоқ, жай ғана рухқа керек жоқ дүние. Ал рух қосылған кезде ол мына жеріңізде бір компас ретінде тұрады, жан. Сізге қайда бару керек, қайда жүру керек, не істеу керек, бәрін өзі айтып тұрады. Сіз жай ғана денеңізді былай тік ұстап жүрсеңіз болды, ол өзі апарат, қай жерге болса да өзі апарат. Түсінесіздер ме? Қай жерге болса да өзі апарат. Сондықтан рухты қосу менің ойымша маңызды. Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Мен өзім осылай ойлаймын. Себебі кармология ғылымын оқығалы бері мен осындай тұжырымдамаға келдім. Себебі адам дұрыс армандай алмайды, жоқ сен дұрыс армандамадың деген коучтардың сөздері ол өтірік, миф. Себебі кейбір адамдардың рухына ала ту керек, тұрмысқа шығу керек, үйлену керек, мындай жұмысқа тұру керек. Олардың барлығы бар. Ал кейбір адамдарда ондай мүлдем болмауы мүмкін. Сіз кейде ойланасыз ба, неге сол арманды мен көп армандадым, қаншама коучтардың жаңағы тәсілдерін істедім, орындалмады. Неге деп ойлайсыз? Себебі ол сіздің рухыңыздың жалпы осы өмірге келген миссиясын орындау үшін керек емес. Жай ғана керек емес. Түсінесіздер ме? Мен сізге үмітсіз кет деп жатқан жоқпын. Үмітіңіз болсын, қашанда жақсылыққа болсын. Бірақ сіз егер санаңызды, жүрегіңізді, одан кейін өзіңіздің жалпы рухыңызды тыңдай білсеңіз, ол өзі апарады, өзі компас болып тұрады, көрсетеді өзі. Сіз ешқандай жаңылып қалуыңыз мүмкін емес. Өзі сізді жай ғана иығыңыздан ұстап жетектеп апарады, өзіңіздің періштеңіз, қорғаушы. Сондықтан рухты қосу маңызды болады. Ал егер қоспасаңыздар, ол кішкене шамалы қиындау болады. Өзіңіздің өмір жолыңызды табу, өзіңізді жалпы қандай жағдайда сіз жақсы адам бола аласыз, қандай жағдайда сіз жақсы жолға түсе аласыз деген секілді. Ал енді жай ғана мен арманым орындалмады деп Құдайды кінәлап, Алла тағаланы жалпы солай кінәлап күпір сөйлеу ол қажет жоқ деп ойлаймын. Ол мүлдем қажет жоқ. Себебі Алла тағала бізге жамандық тілемейді ешқашан. Керісінше бұл өмір бізге берілген бір мүмкіндік деп ойлаймын. Жұмақ пен тозақтың арасында тұрған бір жай ғана көпір шығар өмір деген. Себебі егер осы өмірдегі сынақтан біз дұрыс өспесек, біз тікелей тозаққа барамыз. Бұл енді жалпы өзімнің ойым. Білесіздер ғой, арасында сіздермен бір жылда бір рет осылай рухани әңгіме айтып тұрам. Сондықтан қатты жүректеріңізге жақын алмаңыздар, егер де ұнамаса. Ал егер ұнап жатса, онда қуаныштымын. Сондықтан мысалы сіз бір адамды көрсеңіз, егер мысалы барлығында бар дүние ода жоқ болса, деп бөлудің қажет жоқ оның ше. Себебі ол өзінің жанына оған керек жоқ ондай дүниелер. Мысалы, кейбір адамдар айтып жатады, ой, сен неге үйленбедің, сен үшін тұрмысқа шықпадың, ой, сен бала тумадың деген секілді. Олай ешкімді жалпы сөйлеуге болмайды. Тағы да айтам, ол кісінің рухына ондай міндет жүктемеген Құдай. Түсінесіздер ме?
ешкімді жалпы олай қатты сөзбен бір тістеп қалу, ондай әдетті қою керек жалпы. Дұрыс емес ол. Себебі барлық күнә жалпы бір-бірімізді ренжіткеннен туындайды. Соған қарағанда Алла тағала жай ғана қалайды бәріміз тату болғанымызды, мен жаратылыстарын бір-бірлерін жақсы көрсе екен дейді. Тілегі сол ғана. Сондықтан жалпы адамдарды сырттай сөкпей, оны жалпы бөлмей, жалпы бөлу деген дұрыс емес негізі. Бөлінгенді бөрі жейді деп тек қана ұлтқа, руға, жаңағы елге, жұртқа бөлінгендерді айтпаған, жалпы бөлінгендерді айтқан. Мынау бай екен, анау кедей екен, ой мынаның күшті люксовый киімдері бар, мынада жоқ екен, мынау жаңағы звезда екен, а звезда емес екен. Бөлудің мүлдем қажеті жоқ. Адамдардың бәрінің деңгейі бір. Түсінесіздер ме? Барлығы бірдей. Бәріне бір деңгеймен қараңыздар. Әсіресе сіз егер жаңағы 8-дік болсаңыз, сіздерге мүлдем болмайды. Барлығына бірдей қарап, бірдей сыйластық танытыңыздар. Себебі сіздің сыйластығыңыз егер соның белгілі бір дәрежесіне қадалып қалған болса, онда сіз демек фальшивый адамсыз деген сөз. Түсінесіз ба? Мынада iPhone бар екен, ол қазір iPhone бәрінде бар ғой, ол бәрі ұстау керек қой деген сөз. Мысалы не сөз ол? Мысалы мен оны түсінбеймін. Маған тіпті iPhone керек те емес, шын айтсам. Сол секілді жағдайына, белгілі бір өміріндегі тағдырына қарап бөлуге, белгілі дәрежесіне қарап бөлуге болмайды. Ондай адамдарды жағана сол бағанағы айтқандай фальшивый адам деп айтады. Яғни өтірік, жалған адамда ол. Сосын менің ойымша ауыр сынақ дейікші. Ол ақшамен, билікпен, байлықпен сынау ең қиын болады негізі адам баласын. Себебі біз материалдық өмірде өмір сүріп жатырмыз ғой. Онымен бірге руханиді екеуін осылай балансқа келтіріп өмір сүру ол өте қиын болады негізі. Сондықтан бай адам сөйтіп шіреніп тұрса жарайды, қоя салыңыз, үндемей ақ қойыңыз. Себебі ол қаншалықты өзінің сынағын ауыр екенін білмейді. Егер онан дұрыс өтпесе, осылай көкірегін керіп жүре беретін болса, ол бір күні өзінің жазасын алады. Негізі тек қана санасын ашып қана санасымен ғана өмір сүріп қалған адамдар қызық, олардың жауапкершілігі жоқ, олар сондай бір мінезі жеңіл адамдарда жаңағы кез келген дүниеге әйтеуір бір күндік өмір сүрсе болды, бір минуттық өзінің ләззатын ойласа болды, солай өмір сүреді. Сана айтып тұрады. Ал жүрекпен олар кішкене жұмсақтау, мейірімділігі бар, бір жанашыршылық, өзге адамдарға көмектесе алатын жандар. Ал рухын ашқан адамдар, ол кісілер енді сіз оны көргенде жай ғана бір періштені көрген сияқты секілді боласыз. Оны ешкім ренжіте алмайды және ренжітпейді. Сондықтан алтындарым, жалпы қаншалықты сіздермен осы ойыма қосыласыздар. Енді оны өздерің шешесіздер әрине, дегенмен қаншалықты дұрыс деп ойлайсыздар менің осы ойым. Сіздермен ойыммен жалпы бөлістім. Пікір астына жазып қалдырсаңыздар болады, және осы бір қазақша арнаға белгілі бір қолдау ретінде жай ғана тіркеліп лүпіл басып қойсаңыздар мен қатты қуанамын. Бұл менің алдыда тағы да бір пайдалы ақпараттар беруім үшін кәдімгідей мотивация болады. Сондықтан сіздер де мені түсінесіздер деп ойлаймын. Осы мен енді шабыт адам болғандықтан маған ол өте маңызды. Мен тіпті инстаграмда өзімнің белгілі бір жазбаларымның астына, өлең жолдарының астына пікір алсам, ол маған кәдімгідей шабыт береді. Сондықтан сіздерсіз мысалы мен ешкім емеспін. Сондықтан сіздер ең бастысы аман болыңыздар. Мен өзіме тілеген жақсылықты сіздерге оп-оңай тілей аламын, және де әрқашанда сіздерде барлығы жақсы болса екен деп тілеймін. Себебі менің осындай эфирларымды қарап, оған лүпіл басып отырсаңыздар, мен үшін ол өте бақыт, өте үлкен бақыт болып саналады. Ендеше назарларыңызға рахмет. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі эфирде міндетті түрде жолығатын боламыз. Жалпы келесі эфир осындай рухани танымдық бағытында нақты не жайлы сөйлескілеріңіз келеді. Жай ғана ашық ой. Мен мысалы ешқандай да сценарий қолданып жүрген жоқ, себебі оның басыма жазуға болады екен деп солай тексеріп көрдім. Шын мәнінде болады екен. Себебі қағазға мен алаңдай берем да, ал ойыңда жазылып сол қандай керемет. Сондықтан мен барлығын тек қана ойыммен ғана айтып жүрмін. Тек қана подсказкалар жазып жүрмін. Сондықтан осылай
сөйлескілеріңіз келсе, жалпы қандай тақырыпта келесі эфирдің болғанын қалай, соларды да жазып өтсеңіздер болады. Себебі мысалы қандай санның энергияларын басқа білгілеріңіз келеді, не жайлы білгілеріңіз келеді, оны да жазып отырыңыздар. Мен тек қана қуаныштымын, және демде сол пікірді көріп қалған кезде барып эфирге дайындалатын боламын. Сондай бір жауапкершілік аламын, себебі енді маған тіркелген адамдардың жалпы күтіп сұраққа жауап алмай қалғанын ұнатпаймын. Мен барынша жауап беруге тырысамын бәріне. Сондықтан белгілі бір тақырыбыңыз болса, өзіңіз білгіңіз келіп жүрген дүниелер болса, ол жайлы да айтып өтіңіздер. Мен жалпы ана, бала тақырыбы, даму, руханият жайлы, энергиялар, сандар энергиясы, чакраларда жайлы эфирлар бар. Жалпы сондай танымдық арна болғандықтан кез келген тақырыпты жазып қалдырыңыздар. Және де сол жайлы келесі эфир болады. Ендеше назарларыңызға рахмет, барлықтарыңыздың бақытты болыңыздар, аман болыңыздар.